Буду нуи тілін үйренуге тура 3 жылым кетті. Мен де мықтымын. 3 жыл бас алмай буду нуи тілін меңгеремін деп күндіз тірлікті, түнде ұйқыны қоя тұруға тура келді. Тыраштанып, тырбанып, ақыры дегеніме жеттім. Бұлай өзі үйрендім дейтінім сөздікпен сүйрендеп сөйлеп беремін. Ал ауызекі какыр-шүкірді ыржаландап отырып айтып бере аламын. Ал нанбасаңыз, будуни тілінде бір нәрсе сұрап көріңіз. Табан астында жауап қата аламын. Әне, сұрай алмайсыз. Сұрасаңыз, лезде-ақ жауап ала едіңіз. Мәселен, есіміңіз кім? Сағат неше болды? Деніңізші, нағып үндемейсіз. Білмейсіз, ал мен білемін. Білген соң, ол тілде сұрақ қоя аламын. Қойған сұрағымды мына менен басқа анау 2 кәрі құртаң болмаса ешкім түсінбейді де, жауап та бере алмайды. Будуни кім дерсің? Бұл Африканың оңтүстігіндегі орман ішіндегі ел. Ел болғанда бүгінгі күні жойылуға тақап бар жоғы төрінен көрі жақын кемпір мен шал ғана қалыпты. Будуни тілін түсінетін деп отырғаным осы кісілер. Төрлерінен көрлері жақын қазірдің өзінде қартайғандыкі білемін. Ол екеуі де ауыздарын әрен ашып, шатып бұтып отырған жайлары бар. Қаласа да, қаламаса да, аз уақытта әлем бойынша будуни тілін білетін бір өзім ғана боламын. Көрдіңіз бе, неткен бақыт? Яғни мен өз ойымды еш іркілмей айғайлап айта аламын. Айтқанда қайда, қандай мінберден болса да ашығын айта аламын. Жасасын будуни тілі. Жар салар жаңалық жоқ. Теледар дикторы кешкі жаңалықта ағыл-тегіл ағынан жарылып отыр. Қымбатты телекөрермендер, бүгінгі әңгімеде ауыз толтырып, айыз қандырып, айта қоярлық жаңалық болмай отырғандықтан сіздерден алдын ала кешірім сұраймыз. Бүгінгідей тып-тыныш күн біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлем біткен тып-типыл болып, тыныштық орнап, әдірем қалды емес пе? Ой, пырмай! Чеченстанда 2 күннің бірінде құлап жататын тікұшақтан да хабар жоқ. Палестиндік камикадзелерден де үн жоқ. Шу ете түсетін Израиль жақта құлаққа ұрғандай танадай. Индонезияда теңіздегі кеме аударылып суға батып еді. Ондағы 1,5 адам қалқып малтып жағаға жетіп, дін аман деп естідік. Индонезияның жұрты көп көз ашқаннан суға жүзіп үйренеді деуші еді, рас екен. Тағы бір теңіздегі кемеден өрт шығып, көмек күтпей ақ еш шығынсыз өздері сөндіріп алыпты. Әшейіндегі күн өз елімізде бірнеше жерде газ балоны атылып, аттандап жатушы едік. Ой, пырмай, бүгін біреуі де бүлк етпеді. Әлгі арағына тойып алып, газды өшірмей, темекі тұтқылын сөндірмей қисая кететін маскүнемдер қайда қарасын батырған дейсін осындайда. Анау күні жаңбыр селдетіп жатқан оңтүстік өңірге алдын ала ескерткендік болар. Бәрі қырқа шығып, тау асып, дін аман. Оны айтасын, мына Мәскеуіміздің өзінде ерегісіп 2 адам біріне оқ атпады. Анау Сібір жақта бір қала басшысына қасақана қастандық жасалған екен, пәлекеттің бағы бар екен, атылған оқ айдалаға кетіпті. Әлгі армиядағы байқаусызда болып жататын жазым ең аяғы күзетте тұрып, қажып не соққы көріп, шыдамай қарумен қашып кететін солдат та болмай тұрғаны.
Сөйтіп, құрметті көрермендер, бүгінгі кешкі жаңалығымызда сіздерге оқыс оқиға көрсете алмағанымызға кешірім өтінеміз. Көпшілік қалауымен бұрынғы күні болып өткен кісі өлімін өт атшабысты қайталап көрсетуге мәжбүрміз. Яғни үмітіміз алдыңғы күнде аман болсақ, бір түні асырсақ, ол күнге де жетерміз. Еселенген есер. Бір күні бір адам қала әкімшілігінің алдына келіп, біздің қала әкімі дұрыс жігіт, деп бірнеше мәрте айғай салды. Сәлден соң, ол өте дұрыс жігіт, біз оны мақтан тұтамыз, жасасын қала әкімі деп айғайын үдете түсіп, біраз жүріп еді. Бір мезгілде бір белгісіз біреулер мұның айқай айтқандарына қарсылар екен. Бұны әй-шәйсіз соққыға жықты да кетті. Бұл да қайтпас екен. Басы танылған кейі 4-5 күннен соң әлгі алаңға қайта келіп, біздің әкім бұрыс жігіт, бұрыс болғанда өте нашар жігіт, қала халқының қамын ойлауды қойғалы қашан оның орнын босатқаны жөн деп ойқастап көріп еді. Бұның бұл пікірін қостай қоймайтын дар келіп тағы да сабап кетті. Бұл пақыр басы танылған бір аяғын сылтып басып, бір айдан кейін әлгі әкімдіктің алдына келіп, қала әкімін біліп болмайсың, жұмбағы көп, бірде түйе, бірде бие деп еді. Бұның төңірегіне бұның түйе дегені мен бие дегенін жақтайтын екі түрлі көз қарастағы топ жиналып, түске дейін қысыл кеңірдек болып дауласып, ақыры қырғын төбелеспен аяқталды. Олар бұны кезекпе-кезек төпелеуді де ұмытпады. Содан жарты жыл өткенде әлгі мықты мүгедектердің сүйретпе арбасымен сүйретіліп, қала әкімдігінің алдына келіп, «Оу, қала әкімі, бір мезет сыртқа шықшы, халқын сұхбатыңды көрсін» деп шақарланып еді. Тағы да 3-4 азамат келіп, «Сенің біздің әкімде қай әкенің құны қалып еді?» деп. Содан әлгі еселенген есер ауруханадан айығып шығып, тағы да өзінің шынайы пікірін айғайлап айту үшін әлгі әкімдіктің алдына баруға дайындалып жатқан көрінеді.